Сәлеметсіздер ме білімгерлер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үш өлшемді модельдеу. Бүгінгі сабақта біз 3D моделі мен үш өлшемді графика түрлерімен танысамыз. Модель ұғымын күнделікті өмірде көптеп кездестіруге болады. Мысалы, әртүрлі машиналардың, ұшақтың, математикалық амалдар мен геометриялық пішіндердің, үйдің модельдері және тағы басқа. Кез келген зерттеуде қиындық пайда болғанда оны модельдеу қажеттілігі туындайды. Объект – бұл зат, оқиға, процесс, табиғат құбылысы. Модель нақты объектіні, процесті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету үлгісі. Зерттеуші үшін модель мен объектінің арасында ұқсастық болуы тиіс. Яғни физикалық сипаттамалар мәтінді жазып, шрифтің таңдап, түсін де өзгерте аламыз. Жасалған логотипті сақтаймыз. Сабақты бекіту мақсатында Google Classroom бағдарламасында тестті орындаңыздар. Сіздерге тапсырма видеодағыдай кез келген идеяда логотип құрастырып жіберу.